Akbayandı barımdı usынға салдым. Қазір назарларыңызға ұсынылғалы отырған сұхбат осыдан 30 жыл бұрын 1996 жылы маусым айында Еуропаның қақ ортасы Германияның Мюнхен қаласында жазылған. Сұхбат беруші қазақтың айтыс ақыны әрі журналисі Тоқтархан Шәріпжанов. Сұхбатты алушы Азаттық радиосының қырғыз қызметінің журналисі Әмірбек Усманов. Сұхбат өзін қазақы әңгімеге жақын, ұлттық сипаттағы ән жырға әуес санайтын жандарға әсер етпей қоймайды. Тонның ішкі бауындай араласып кеткен қазақ пен қырғыз халқының өзара қарым-қатынасын арқау етіп отырып айтылған әңгімеде көзден кетіп көңілден өшіп бара жатқан естеліктерге қайта жан бітеді. Сұхбаттан бұрын Тоқтархан Шәріпжановтың өмір дерегінен қысқаша ақпарат айта кетейін. Тоқтархан Барқызатұлы Шәріпжанов 1938 жылы 17 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы Самар ауданы Кіндіктөбе ауылында дүниеге келген. Соғыстан кейінгі жылдармен ауыл тұрмысының шынайы болмысы оның сатиралық дүниетанымына әсер етті. Халық арасындағы шымшыма сөз, сыншыл, қалжың және тіл мәдениеті кейін оның шығармашылық табиғатының арқауына айналды. 1975 жылы Шәріпжанов Алматыдағы қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін сырттай тамамдады. 1963-65 жылдары Самар ауданының Жаңа өмір газетінде әдеби қызметкер әрі жауапты хатшы болып еңбек етті. Дәл осы редакцияда оның алғашқы фельетондары жарық көріп, оқырман назарына ұсынылды. Әзілге құрылған бұл материалдар ауыл өміріндегі кемшіліктер мен салғырттықты сыншыл сипатта бейнеледі. 1965-78 жылдар аралығында облыстық Дидар газетінде тілші және өнеркәсіптік бөлімнің меңгерушісі болды. 1978-86 жылдары Семей таңы газетінде хабарлар бөлімін басқарды. Шәріпжановтың қаламгерлік қуаты сатира мен айтыстың өзара тоғысында толық ашылды. Ол жазған фельетондардың тілі айтыс поэзиясының серпінді ырғағын еске салса, оның айтыстары публицистикалық өткірлігімен дараланды. Бұл аралас әсер оның сөйлеу мәнерін байытып, көркемдігі логикасы мықты поэтикалық мектеп қалыптастырды. 1980 жылдары республикалық және аймақтық айтыстарда көзге түскен ол, кейін төрелік ету арқылы жас ақындарға бағыт-бағдар берді. Сатиралық публицистикасында қоғамдағы екіжүзділік, мәнсапқорлық, тұрмыстық немұрайлылық сияқты мінез құлық ақаулары шынайы әжуамен ашылып көрсетілді. Шәріпжанов юморды жеңіл күлкі емес, тәрбиелік және әлеуметтік ой қорыту құралы ретінде қолданды. 1980 жылдардың соңында сатира мен юмор саласында жаңа серпін әкелген Ара Шімел журналында Қажытай Ильясов, Көпен Әмірбек және Тоқтархан Шәріпжанов сынды қаламгерлердің тобы қалыптасты. Бұл орта Шәріпжановтың шығармашылық дауысының айқындалуына зор ықпал етті. Ол осы басылымда жарияланған еңбектері арқылы күлкі мен сынның көркемдік және азаматтық үйлесімін жасай білді. Журнал беттеріндегі фельетондарында ол тіл мәдениетінің күйі, сөйлеу нормаларының бұзылуы сияқты өзекті тақырыптарды көтеріп, ресми стиль мен бюрократиялық тілге қарсы мәдени сын жүргізді. Бұл бағыттағы еңбектері қазақ тілінің тазалығы жөніндегі қоғамдық пікірдің күшеюіне түрткі болды. 1990 жылдары Тоқтархан Шәріпжанов Қазақ Телеком ұйымы құрамында тіл саясаты және аударма бағытында қызмет етті. Тоқтархан Шәріпжанов 2002 жылы 19 қарашада Алматы қаласында өмірден озды. Қазақстанға Тоқтархан Шәріпжановтың өзі ғана емес, екі ұлы журналистер Асхат Шәріпжанов пен Мерхат Шәріпжановтың да есімдері жақсы таныс. Асхат Шәріпжанов 2004 жылы жол апатына түсіп қаза тапты. Ал тағы бір ұлы Мерхат Шәріпжанов Азаттық радиосына 30 жылдан астам қызмет етіп, биыл еңбек демалысына шықты. Қазір Еуропада өмір сүреді. Сонымен тыңдаушылар, назарларыңызға осыдан 30 жыл бұрын жазылған сұхбат ұсынамын. Akbayandı barımdı usınға saldım. Bir özümde bakbayan kıyım jandım. Sen degende gözüme
өтіп көрінбей қозыны да құрбан естиен баян жанға саян кешірмейсің тегінде қодаратын дүркіреген кешегі қозы көрпеш секілді мен де сүйдім жазығым сол ақ баян асылы баян жанға саян кешірмейсің кешпейсің кездесерміз махшарда Қазақ кыргыз элинде эзелтен эле эки эл кошулган жерде комузун же домбурасын алып чыгып, байыркы салттан элдин тамырынан бери толгоп, өткөн кеткенди айтып, санжыраны ортого таштачу. Азаттык радиосунун кыргыз редакциясында бүгүн мейманда Токтархан. Токтархан Казакстандагы белгилүү кыргызча айтканда акындардан, айтыштарга көп катышып жүргөн адам. Ал кишини биздин студияга чакырып атып, айта көтчү нерсе, айрым бир адабиятты сүйгөн адамдар Токтархан Кыргызстан маданиятына же болсо баякы Чалкан журналына чыккан аңгемелерин окугандыр деп ойлойбуз. Ошентсе да адабиятты кое туруп, алгач Токтархан менен элдин эзелки салтына салып, кыргыз-казак ортосундагы мамилеге токтолсок. Токтархан эми Сарыарка менен Кыргыз Ала Тоосунун ортосундагы достукка там бир кеп таштасаңыз. Баракелде, Амирбек бауырым. Биз энди дем тартып мында келип отурмуз. Биздин бул Европанын ортосунда отуруп кездескенибиздин өзү казак кыргыздын ортосунда Сарыаркада, же болмосо Алтайдын жайлауында, болмосо сиздин Шоңгөмен менен бер жагындагы биздин Көк Кайрак жайлауында кездескендей кездесүүдү сондай әсерде отурамын. Энди биз кыргыз-казак эжелден түйө болсо эки өркөшү, бие болсо эки эмчеги дейди. Ежелден агайын элмиз. Енді арғы бергі тарихта әсіресе әдеби байланыс, мәдени байланыстардың ішінде әсіресе көбінесе Алатаудың күнгейі мен теріскейіндегі қазақтар мен қырғыздардың арасындағы байланыс көбірек айтылады дағы. Жаңағы сіз сауал қойған Сарыарқа менен біршама алыста жатқан қазақтар мен қырғыздың байланысы қандай дегенге мен өз басым осы сұрауыңызды дұрыс деп түсініп, сол көптен айтылмай жүрген нәрсе болғандықтан сәл-пәл тоқтала кеткім келіп отыр. Бұл енді біздің тарихымыздың арасында бармай-ақ қояйық. Берісіне таман келгенде ойласақ,
кешегі жоңғарларға қарсы соғысқанда қазақ жерін басқыншылардан қорғауға қатысқан қырғыздың 30 мыңдай сарбазы болған. Ол әскерлер біздің әлгі Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай батырларымыздың сапында біздің жерімізді бірге қорғасып, басқыншылардан азат етуге өздерінің жанын берген сондай ағайындығымыз бар. Енді артынан бұл соғыс тоқталып, жерді игеруге кіріскен кезде, орта жүздің о кездегі Қана Абылай, өзіңіз білесіз, Қана Абылай, бұл қырғыз ағайындарды бір жерге шоғылдырып, сіздерше айтқанда бір жерге орналастырсақ, ертең еліне көшіп кетемін дейді. Сондықтан біз мұны Сырдарияның жағасынан Алтай тауының арасына дейін қоныстандырайық. Бұлар бізбен бауыр басып ағайын болып, біздің енді өзіміздің қатарға қосылсын. Сондықтан алдына мал салайық, үйлендірейік деп сөйтіп осындай қырғыз ағайындар біздің Сарыарқаға тұтасынан сіңген. Енді мына жолыңыз түсіп бара қалса, қазір Семей облысындағы Абыралы деген аудан бар. Атақты полигонның әлгі орнаған жері болатұғын. Сол жерде Қарқаралы Қаздаусты Қазбектің өзінің ауылы, сол жерде Киргизия деген совхоз бар. Бұл енді мен бір сұрағанда, бұл не себепті Киргизия деп аталады дегенімде, сол жаңағы айтылған қырғыздар сол жерде сол жерден тараған ұрпақтар үлкен бір совхоз болып отырғанын көреміз. Ондай әр жерде бар, мәселен Шығыс Қазақстанда. Қай қырғызсың дегенде арғынбыз, оның ішінде Қаракесек, оның ішінде қырғызбыз дейді. Болмаса Найманбыз, Саржомартпыз, оның ішінде қырғызбыз дейді. Ал енді осы қырғыздардың жаңа қазақ болып сіңіп кеткен ағайындардың арасынан батырлар, балуандар, әншілер, жыршылар, ақындар көп шыққан. Оның ішінде ең басты бізге мақтаныш тұтып айтатын ақын бар, ол Шөже Қарекеұлы деген ақын. Бұл өзі тарихта болған адам, мына Абайдың әкесі Құнанбаймен тұстас замандас адам. Ол кісінің кішкентай кезінде мынау көзі шешектен кетіп қалған соқыр болған. Соған қарамастан өзінің рухының биіктігіменен бұл ақын атанған. Ақын атанғанда сол 4 жыл қазақты түгел аралап, бұл айтысқан ақын түгел жеңген адам. Бұл еш адамнан жеңілмеген. Бұл Кемпірбай деген атақты ақын, осы Шөжемен айтсам да бір жеңілгенде мойындағанда былай деп айтқан өлеңі бар. Жүрушем қу соқырдан секемденіп, сонда да келіп едім өктемденіп, бағасы жоқ соқырмен айтсам деп, жығылдым 4 аяғым көктен келіп деген өлеңі бар. Ал енді бұл сол Шөжікөңді, қазақтар бұны Шөжікөң дейді, еркелетіп айтады. Мына Көкшетау жеріне келіп жатып, Атығай Қарауыл деген арғынның қалың руын аралап жатқан кезінде, бір енді белгілі байдың үйінде жатады екен. Сол кезде Сарыарқаға атақ шығып жүрген арғынның Орынбай деген ақын болған. Бұлар енді қайткенде де сол Орынбайды әкеліп Шөжікөңмен айтыстырмақшы болады ғой. Сол өзі қысқа айтыс, сондықтан сол Шөженің кім екенін дәлелдеу үшін сол Орынбай мен Шөженің айтысын орындап бергім келіп отыр. Ал енді бұл жерде бір айта кететін нәрсе, мына әуен, сіздерше обон дейді, бұл Шөжікөңнің өзінің обаны. Ол кезде айтысқан адамдардың әрқайсының өзінде бір әуен болады. Сонда көз көрмегенменен көкірегі сергек адам Орынбай кіріп келгенде Шөжікөң сезе қояды да алдымен бастап жіберген екен дейді. Алыстан ат терлетіп Шөже келді. Ай, Атығай Қарауылдау кезе келді. Әриді хауи. Орынбай бұрын соңдау кездеспебе. Ой берейін ал сөйлесің кезе келді. Әриді хауи деген екен дейді. Сонда Орынбайдың айтып тұрады. Сәлем берекелі ем Шөже дарқан, кез болыптың кезіңе ұтартқан қартан. Жеңуде оңай емес, біз айтыссақ болармыз әуре сарсаң, кеу дүние жалғамай деген екен. Сол кезде Шөжікөң тұрып айтады. Орынбай сен де шешен, мен де шешен. Оңбасып айт, тосып айтпау, мені жеңем десең, әриді хауи. Ол соқырдың шеңгеліне түспе деген. Ау бір түссең құтылмайсың, аман есен, әриді хауи деген екен. Сонда
туруп айтат. Дауыл соқты дегенше тына қалды, тастан екшеп алтын даусына балды. Жасың үлкен кемтарсың аяймын ғой, берер едім әйтпесе сыбағандау, беу дүние жалғанай. Сол кезде шөжікең тұрып айтады екен: орынбай сен де шешін, мен де шешін. Ай, басып айт, тосып айтпай жеңем десең, ой, ау, әрида хау ей. Орынбай мен сезім тал сен көреген. Ай, сонда сен сыбағама не берер ең, ой, ау, әрида хау ай. Ау, бірін бер екі көздің мен аясаң. Ай, бір басқа жалғыз көздеу жетер дегенде көзімді бере алмайым, жеңілдім. Мына бір шапан алып берейін, соны көзімде көріп киіп жүр деп, Орынбай жаңағы шөжікенің батасын алған екен. Мына шөженің осындай қазақ ақындарын жеңіп, өнем абыроймен өткен. Бұл жөнде сіздерден Төлеген Қасымбеков, Сыңған Қылыш жазған жазушы, сол кісі келіп, осы шөже туралы роман жазбақшы болып зерттеп, ізілдеп жатқан естуім бар. Бір рет мен іздеп келіп таппай кетіпті, мен соған өкінемін. Ал енді бұл уақыттар болғандықтан енді ол шөжікенің түгел творчествосын тоқталып жатуды, оны мен енді артығырақ деп санап отырмын. Доктор Ханова, ол біз бір күн емес бірнеше күнден бері сізден бал сөзіңізді ұғып, құр сөздеріңізді ұғып жатып, көп қырғыз менен қазақтың ортасындағы рухани байланыштар жөнінде ұғып жүрөм. Анан кейін құйма құлақ адам екенсіз. Теге ар жағы Шабданхандан, бер жағы мынау соғыштан кейін өткен Жамбыл Жабаев туралудағы айтып өттіңіз. Ошол бір мисалыңыз есімде. Илгери қырғыз ақындары Қазақстанға барып, ырдап, тон киіп малайдап келсе, қазақ ақындары малы келгенде чүй тарапқа оғып келіп, ошынтып кетші екен. Ушунан дағы бір айтып бербейсіз. Әбден дұрыс айтасың, Әмірбек. Бұл енді илгеріде мынау ұлы жүзді Абылайдың тұқымы тезектері басқарып тұрғанда, Сүйінбайдан тартып, талай ақындар барып, қырғыздың жерінде қырғыздың атақты адамдарымен кездесіп, Шабдан Манаптың ауылына барып, сол байланыстар өте көп мол болған. Ал енді менің өзім анық білетін нәрсем, біздің президентіміз ант бергенде 90-нан асқан бір қария ақын ол кісі өліммен бата берген. Сол қария Шәкер Әбенов деген кісі мына Абайдың ауылында туып өскен адам, менің ұстазым, мен айтысқа тәрбиелеген адам. Сол кісі қырғыз жерінде тұрған. Мына бізде 30-шы жылдары ашаршылық кезінде, Голощекиннің геноциді кезінде сонда паналап барып, сол жақта тұрғанда қырғыздың ақындарымен жүздесіп, Османқұл ақынменен бөліп алайып, халық ақынменен бірге өлең айтысып, солардың көптеген жырларын ұғысып, тыңдасып, бірімен бірі дос болып, солай араласқан адамдар болған. Енді мынау сол мен жаңағы соғыстың шәкірті болғандықтан Осекемдің біраз өлеңдерін, біраз соғыстан естуінше үйренгенім бар болатығын. Ал енді ол Осекемнің өз жерінде, қырғыз жерінде қалай айтылған, қазір қалай айтылып жататын мен білмеймін, бірақ мен өзім ұстазымнан оқығанымша Осекемнің бір жағдайдағы айтқан жырын айтып берейін. Ол енді Осекемнің жасы келіп қалған кезде болса керек. Алымқұл қалдау қатарым, жағымда сақалым, ағарып, тақауда қалды базарым деп бір түңіліп өлең айтқанда, ой, Шаршанқұл деген өзінің бір достары болады екен, құрдастары. Осеке, бұның қалай, сен әлі 50-5-іне келгенде қарып қалдым деп отырсың ба? Дегенде, сонда бір толғап, жастық туралы айтқан Осекемдің ыры бар екен. Енді мен сол Шәкерден түсінгенімді соны шамалап айтып берейін. Düştü yaşağım, oyumda menin jastağım. Eskede düşse yoknem 12 menin maşşağım, ilgerde de oylansam ornsuz eken koy bastağım. Gözüme güsüdey görünüyor,
жүр күлбөңдү күлбөң басқаным, енді де білдім ғой жасымның еңкейіп белден асқанын. Балапан құстайдай тебінген балалық сені тастап, қалғандарға да нұсқы үшін қарлық деп мынау жазған ем. Қылмұртымның ей барыңду, қыршындай жап-жас шағымда қызыл торыдай дөңгелеп қияға салса талмаған қиялымы да ұстанып қыз келіндер жандаған. Қымызға мынау бір бал қоссаң, сусыным сондау қанбаған, аламанданып бастырып атаның тілін алмаған, келген бір құстайдай таранып киімнен киім таңдаған. Жарақты жастық сен бірдау, кісілден көңілім қалмаған. Ол қылмұртым менің ағарып қиюсыдан өткен соң, қызыл жорғамдай басалмай сылтыған ақ сағат болдым. Қыл жабысқандай даужым басып, қыз келіндерге жат болдым. Қымыздың кетіп дәмі де құйылған судай шақ болдым. Айтып айтпай не керек, қыршын бір жасым сап болдың. Керілген жап-жас шағымда кекілік едім қылпынған, кер жырғым едің жұлқынған, келіндер келіп тұруш еді кебімді қып сыртымда. Кереге қашып таумен қондым, кешегі жайлау жұртымнан. Кереге қашып бір қонған соң, қонғаным сар жұрт болған соң, қызығым қалды ғой ашылып, желігім қалды басылып. Келіншектерді көргенде кеп айта алмаймын жасырып. Қиюы қашқан кәрілік, қиялай жеттің асығып. Елге де шығып барғанды, кер жорғымды дай тер басты, кер мұртымды дай кір басты. Қызығым кетіп тай қалған соң, келіншек қайдан сырдашты. Қосыртым қалған соң суарып, қыздардан мойын бұрмасты. Қаршыға дайдау жастығын қалыбында тұрмасты. О, айдайда жүздің ажымы басып та кетіп баратат, қиял деген божырат босып та кетіп баратат. Кемпірдікі бәрінен кел абышқа дегені батып та кетіп баратат. Кемпіржім солай ей деседе, кебім бар елгай жарасар, қиқыры барым кеткенде қуанып жүртім тарасар. Әйел еркегі дайден қойып айтылған сөзге қарасар, сөзі қатығын азамат айтылған сөзбен санасар. Қарыған жалғыз сен емесе өспанқұл, әркімге бұда жарасар деген екен дейді. Осы екен. Доктор Ханова, эми улуу муундарды кыргыз акынынан ошо Осмонкул Бөлөбалаевди билет экенсиз, угуп аябай урмат кылат турбайсыз. Ал эми азыркы өзүңүздүн кайсы биздин акындар менен ушул төкмөлөр менен байланышыңыз бар? Мен өзүм енді жалғыз өз басым емес, жалпы қазақ атаулы қырғыздың әуендерін өте жақсы көрсетті. Мен ойлаймын, қырғыздар да қазақтың әуендерін сондай жақсы көрсетті ойлаймын. Себебі біздің тамырымыз бір болғандықтан. Өйткені мен өзім жүздескен адамдардан, Әшірәлі Айталиев, мәселен, қазақша айтсаң, біздің енді кейбір ақын жігіттеріміз бар, төкмелеріміз бар, қырғызша да айта береді. О, сен қоя тұр, қазақша айт дейді. Тыңдағысы келеді қазақша. Ал біз болсақ, Әшірәлі мәселен қазақша әнді керемет айтады. Ол кісі айтымыз, о, сіз оны қоя тұрыңыз. Сіз одан да анау жылқышы әнін айтыңыз. Болмаса, өзіңіздің әлгі Ошқа барып театр құрғанда ғашық болған әніңізді айтыңыз дейміз. Міне осындай байланыстар бар.
Енді оның ішінде ең қазіргі осы дәл осы кезеңдегі мені өзімді бір қайран қалдыратын бір жақсы байланыстың нышанын біздің композитор ағамыз Илья Жақановтан көріп жатамын. Бұл кісі Шыңғыс Айтматовтың алғаш кітаптар шыққан кезден бастап соның кейіпкерлеріне ән жазған, Даниярдың әнін екі елде бірдей айтамыз. Сосын әлгі Әсел соның әнін. Ал енді осы биылғы жылы Илья Жақанов ағамыздың 60 жылдық тойы тойланып жатады. Қырғыздар келген, шапандарын әкелген, жапқан, және де бұл кісіге қырғыздың мәдениетке еңбек сіңірген қайраткер деген атағын берген. Өзімізден алған жоқ ол сондай атақты, бірақ қырғыздар сондай қатты бағалап, осы ағамызға сондай сыйлық берген. Мен бұл ағамызбенен кейінгі кезде қатты байланыстамын, себебі ол кісінің біраз әндеріне мен өлең жаздым. 4 әніне мен сөз жаздым. Ол бұрын біздің Қозы-Көрпештің жеріне келмеген екен, мен ертіп апардым ол кісіні. Соның әсерінен ол кісі сол әндерді жазды. Оның бер жағында таяуда ең соңғы шыққан ол кісінің әні бар. Ол Қош бол Гүлсарыдағы Гүлсары бәйгені жеңіп алып, Танекең Бейбіжанға қарай таудың ішімен келе жатады. Сонда келе жатқан кезде Танекеңнің салған Бейбіжан деген әні деп бұл кісі ән шығарған. Бұл ән әзір тарай қойған жоқ. Менімше осы қырғыз тыңдаушыларына бұл бірінші рет орындалатын ән шығар деп отырмын. Соны айтып көрейін. Айтусын де шайы Бұлбұлдың өнне таулары да сорғалы Бейбіжаны саған жетермені Гүлсары атым астымы да жорғалы Baraday sövlem sıyıbıcan, sıyıbıcan Jıparın lalayo Güldündü Lebizin tette bulbuldun önünde Аққан бір жұлдыз ой секілді Өтеді дәурен Бейбіжан білімдей Оу Бейбіжан соғадай жүрек сүйбіжан Барады сәулем күйбіжан Талай жер қалды айу артымда Гүлсары атым жорғала қарқында Сүюдің парқын ой кім білген Бейбіжан сәулем ойнада жарқында Оу Бейбіжан барадау сәулем күйбіжан Соғадай жүрек сүйбіжан сүйбіжан Соғадау жүрек сүйбіжан сүйбіжан Рахмет. Тоқтарханова Совет дорында же Совет заманында ақындар коммунисттердің қолындағы же өкмөттің қолындағы идеологиялықта құрал эле. Тояш болгон жерде ошол укканыбыз бар,
Кыргызстандагы акындарды, Казакстандагы акындарды партиялык заказ менен ырдаган дейт. Ушул нерсени сиз деле башыңыздан өткөргөндүрсүз. Болбосо жанагы Казакстандын Мыскыл жана тамаша теле көрсөтүүсүнө катышып жүрүп, мындай нерсенин көбүн кулагыңызга сиңирип алгандырсыз. Ушул жагынан да эскерип, ортого салып берсеңиз. Енді ол кезде ол солай жасалды. Оның бәрі тарихи шындық. Оны біз қазір өтірік десек, ол шындыққа сәйкеспесе де, тіпті мына кейінгі оқыған қаламмен жазатын ақындарды былай қойғанда, Ильич деуге тілі келмей кеткен халық ақындар болған бізде. Сталин деуге тілі келмейтін халық ақындар болған. Бірақ солардың бәрін айтқызуға мәжбүр болған. Тіпті өлеңді былай қойып, қазақтың үлкен ақындарының айтысы болып, соғыс аяқталардың алдында. Мұхтар Әуезов бастап, мана Сарыарқаның ақындарын Жамбыл ақынға қонаққа апарады. Сосын қой сойып Жамбыл қарсы алады. Сосын енді кім бата береді деген кезде, жасы үлкен Жамбыл сен өзің бата бер дегенде Жамбыл айтады, мен немене өзімнің қойыма өзім бата берем бе? Мына Сарыарқадан келген ақындар бата берсін дейді. Сол кезде бата бергенде 90-ның 6-ылығы Нұрғали деген ақын болған. Ол кісі құлағы тас құлақ естімей қалған, керең. Ол кісіге жасы үлкен ол беру керек, бірақ оны құлағына айғайлап айтуға біз бір уақыт керек. Сол кезде Төлеукөбдіков деген ақынға сіз бата беріңіз дегенде, ол батаны былай бастаған. Сталин ұлы көсем терең ойлы, өсірген өркендетіп біздің бойды, немісті енді жеңеміз ғой, сол кезде жасаймыз ғой үлкен тойды деп бастап, солай бата берген. Бұл жай дастархандағы нәрсе. Сіз енді оны басқаны былай қойыңыз. Ал енді оның кейін былай қарасаңыз, әлгі сол Төлеукөбдіков ақынға обкомға шақырып айтады екен, сіз мына пионерлер туралы жазуымыз керек, октябряттар туралы жазуымыз керек дегенде, ол кісі соны енді өзіне зорлап өлең жазған. Октябрят, пионер, сағанда халқың сүйенер, білімнің болмас артығы үстісіне үйе бер деген. Міне осындай жағдайлар болып тұрған. Ал енді оның бәрін былай қойғанда, Жамбылдың өзін партияға түсірмек болған. Жаңа менің ұстазым болған Шәкір Әбенов айтады, бір күні Жамбылды алып барасың, Алматыға дегенсін ауылынан алып бардым. Барсам Сәбит Мұқанов жазушылар одағының бірінші хатшысы екен. Сол бір кіргізіп алып, қасында Ғабит Мүсірепов бар. Бәрдерің шық деп шығарып жіберді. Мен тығылып тұрып қалдым дейді. Сол кезде Жамбылдың құлағына айғайлап жатады. Жамбыл ол кезде жүзге кеп қалған адам. Тәте, сізге Сталин телефон соқты, партияға түссін деп жатыр дейді екен. Ана кісі тұрып, партияңда Сталинді қызын ұрайын депті. Содан енді анау күліп жібереді. Сен жымында тыңдап тұр екенсің ғой, шық дейді. Содан шықса есіктің алдында тамам ақын жазушылар не болды десіп тұрмай ма? Ойбай, арақ бермесеңдер айтпайын дедім дейді. Содан бұны пивничкаға алып барады, арақты береді. Ал не болды? Жамбылға партияға түс деп жатыр. Жамбыл не деді дегенде, Жамбыл айтты деп, бұл бір ауыз өлеңді шығарып айтады. Денем жақын қалғанда тотияға, бақыт қонды басыма қапияда, 90-ды тоңқыңды боқ жүйіңді қызың бұрайын сәлем айт партияңа. Міне осы үшін бұл 10 жылға сотталған. Осындай жағдайлар болған. Бұл енді бір жағынан күлкілі, бір жағынан трагедия. Өйткені содан 10 жыл отырып келген адам жағы менің ұстазым. Ал енді бізде де ондай жағдай болды. Мәселен, газет істеп жүрген кезімізде осындай партияның 20-ші съезі болады, болмаса 25-ші съезі болады, мақтап өлең жаз дейді. Ал жазбағанда қайда барасың? Жазасың. Ал бірақ оны көңілмен жазбайсың, бірақ жазасың. Ал енді мына кейін Совет дәуірінде арақ ішіп, әлгі аяқтырғыш дегенге түсіп шыққан адамдардың өзі біз Совет үкіметінен қорлық көрген адамбыз деп шыға келді ғой. Ал енді олай деп біз оны айта алмаймыз, өйткені әлгіндей тіпті айтыстардың өзінде де мәселен социалистік жарысты айт дейді. Социалистік жарысты ырда дейді. Сен осыны мақтап айтысқан ақыныңменен сен оның қалай мұның қалай деген ондай айтыстар алғашында солай басталды. Бірақ айтыс бізде өліп қалған жанр болады. Оның тірілту барысында қазақтар оған көнді. Оған барды, бірақ қана айтысты қайта тірілту керек болды. Өйткені олар білді, бірте-бірте оның бәрі қала береді, өзі қалпына қайтадан түседі. Міне осындай жағдайлар көп болған. Тоқтарханова, эми ушул нерсени айтып атып, башка бир нерсе эске түшөт да. Себеби ошо илгери эле партиянын, өкмөттүн босогосун сагалап жүргөн акындар, акын же акын сөрөйлөр дейбизби, жазуучулар бүгүн азыркы бийлик башындагылардын босогосун ээрчип, оозун карап, ха десе ошого ырдап калды. Ушул жагдайда кандай кеп сөз бар? Бул енді бул бар. Өйткені бұрында сол енді анау арғы заманнан алып қарасақ, байларды мақтап өлең айтып,
шапан кийген, ат мінген ақындар болған. Олар енді біріншіден тіршіліктің жағдайына байланысты солай болды. Екіншіден әлгі байлар, оның ішінде де кішкене миы жұмыс істейтін байлар жақсы ақындарды қатарына тартып, сән салтанатын көбейтіп алып жүрді. Ал партия кезінде де ондай болды. Партияның болғанда басшылар, мәселен, ауданның қатшысы осындай менің әншім бар, менің ақыным бар деу үшін жаңағындай қасында ертіп жүрді. Оған үй алып берді, басқа да жағдай жасады. Сол кезде кітабын шығарды. Өйткені ақындар көп болды. Біз оның қатарына ілесе алмадық. Өйткені мен ана сатиралық журналда істедім. Бұған менің барған себебім басқа басылымдардан гөрі сатиралық басылымда адам өзінің ойындағысын айта алады. Одан жасқанады. Көптеген қорлық көріп жүрген адамдарға пана болуға шамаң келеді ол кезде. Ал сол біздің әлгі ара деген журналымыз болды, сіздердің шалқан тәрізді, соның бас редакторы болып 13 жыл қызмет істеп кеткен марқұм Жүсіп Алтайбаев деген кісі ең соңында мен 40 жыл өтірік айтып болдым, мені пенсияға шығарыңдаршы деп Қонаевтың өзіне барған адам. Мен өтірік айтуға мәжбүр болдым, 40 жыл өтірік айттым, мен демалайын деген. Міне сондай жағдайларға келген. Сондықтан қазірде бар. Енді бұлардың көбі қазір мына қазіргі нарықтың мәселесі дейміз, басқа дейміз. Көбі сондай құрметтің бәрінен ада болғаннан кейін өкпесін айтып, мәселен Абайдың былтыр тойы болды. Сонда айтыс ақындары өлең айтып мәшине мінді. Бізді төргіде шығарған жоқ, кісіде деген жоқ деп жаңа бұрын кітабын шығарып, әгінде мемлекеттік сыйлыққа ие болып жүрген ақындарымыздың өкпелеп мақала жазғандары да бар мәселен. Оның бәрі ол шындық нәрсе. Ал мен ойлаймын, ол ақын қай ғаламда, қай заманда өмір сүрсе дағы, қандай жағдайда өмір сүрсе дағы, оның өзінің өлеңі халықтың жүрегіне жететіндей дәрежеде болса, ол бәрібір халықтың жүрегінде сақталады. Оған бір ғана мысал айтуға болады. Шәкерім әлгі Абайдың інісі ең таудың арасында, Шыңғыс тауының арасында дүниеден баз кешіп, атыменен, құсыменен жападан жалғыз тұрып жатқан кезде бір кездескен кәрияға айтқан өлеңі бар. Сол таудың ішінде екі-ақ кісі біріне бір айтқан өлең, сол өлеңді мен тауып, Шәкерім ақталғаннан кейін соның кітабына тауып бердім. Сонда менің айтайын дегенім, өлең дұрыс болсын. Сен қай жерде таудың ішінде жүріп айт, болмаса сен оны жазбай-ақ қой. Не болмаса жаз, не кітапты шығар, не шығарма, ол бәрібір түбінде халықтың еншісіне өзінің сыбағасын алады, соған тиеді деп есептеймін. Доктор Ханова, ушул жерде бір нақыл кепті айттыңыз да. Жанагыл Шакерим менен башка акындын жолгушусу жолунда айтып атканыңызда казак менен кыргыз элинин бир эзелттен тиги түпкүлүктөн келе жаткан психологиялык өзгөчөлүгү, бул куйма кулактыгы, анан сөздү баалай билгени жөнүндө айттыңыз. Сиз мына көп 50-дүн кырынан ашыпсыз. Мына ушунун табияты эмнеде деп ойлойсуз? Бул дүйнөдө ушул эки элге гана ушундай акындык, жоомарттын таандыгы. Бұл жаны бар сөз. Бұның енді өзі тарихи өзінің ерекшелігі бар. Себебі біздің халқымыз көшпелі халық болғандықтан, оның үстіне сөз қадірін ежелден білгендіктен, енді былайша айтқанда біздің қарым-қатынасымызда ауыз екі сөздің, өлеңнің, мақал мәтелдің, ескі жырлардың әсері күшті болды. Біздің жазба мәдениетіміз болмағандықтан, енді бір кезде айтатымыз млада письменная литература, казахов и киргизов деп айтатымыз. Сол кезде біздің бүкіл тәрбиемізді біздің жырларымыз, мәселен қырғыздар баласын манаспен тәрбиелесе, сонда айтылған этикалық адамгершілік нормаларымен тәрбиелесе, біз мәселен Қобыланды батыр, Қыз жібек, сол секілді өзіміздің дастандарымыздағы сондағы кейіпкерлердің іс-әрекеттер арқылы тәрбиелеп келдік. Сол себепті дағы өлеңнің, мақалдың, мәтелдің ауыздан айтылған бірден бірге тарауына, оның ғасырлар бойы өлтірмеуіне себепкер болған екі елдің осындай тарихи өзінің тұрмысы. Біріншіден себеп болса, екіншіден халықтың, осы екі халықтың өзінің зеректігі, құймағұлақтығы өзі табиғатынан ана сүтіменен бірге келгендіктен, аттың жалы түйенің қомында жүргенде, бізде енді былайша айтқанда эти два народа, народ устной культуры делінеді. Біз енді соның соңғы тұяғы септіміз. Кейін мына жазба әдебиетіне көшкеннен кейін басқаша болып жата береді. Бірақ біз соны жалғастырып, елдің өзінің ұмытылған нәрсесін жинап, елге қайтадан қайырып, жырлап берсек, бұл енді біз өзіміздің тарихи борышымызды атқарғандық деп есептеледі. Бұл енді қазақ пен қырғыздың өзінің табиғатында бар нәрсе ежелден. Доктор Ханова, сізден біздің студияға келіп
куруп берген маегиңиз үчүн чоң рахмат. Акын адамга же болбосо ыр жүрөк адамга эмне каалайт десе, ар дайым жүрөгү жаш болсун дейт экен. Биз да сизге ошону каалайбыз. Рахмат сизге. Рахмат Амирбек Айнурбек.